Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге көк шайдың пайдасы мен зияны туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, маған лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Көк шайдың пайдасы өте мол. Көк шай адамды семіртпейді, несеп бөлу және жүрек бұлшықеттерінің қызметін күшейтеді, қан қысымын төмендетеді. Адам жанын сергітіп, сейілтеді. Көк шай жан мен тәнді жадырататын дәруменге бай. Ол жүрек тамыр ауруларына, әсіресе қан тасу мен атеросклероз сырқатын емдеуге шипа. Адамдардың ерте қартаюына, әжімнің ерте түсуіне ағзада дәрумендер мен микроэлементтердің аздығы басты себеп екендігі белгілі. Ал көк шайдың құрамында бұл витаминдер ынталандырушы құрал ретінде емдік мақсатта қолданады. Тұнба құрамында дәрумендер болғандықтан оның алкогольге қарсы күші де бар. Қытай, Жапон елдерінде көк шай жоғары бағаға ие. Американдық зерттеушілер көк шайдың адам терісінің өліп бара жатқан жасушаларын тірілтетінін анықтаған. Көк шайдың құрамында ДНК-ның өзгеруіне, рак ауруына ұшырататын радикалдармен күресуге бейімді болып шықты. Сонымен қатар сау жасушаларды қорғап ісікті жоятын қасиеті де бар. Болашақта ғалымдар көк шайдан диабет пен тері ауруларын емдейтін дәрі алмақшы. Таңертең ащы кофе ішуге үйренгенсіз бе? Оның жүрек пен бауырға зиянды екенін білесіз бе? Егер оны шипалы сусынға ауыстырғыңыз келсе, көк шайды таңдаңыз. Көк шайға 1 бөлік лимон мен шай қасық бал қосыңыз. Адамға мол күш-қуат беретін сусынның дайын болғаны. Көк шай жүйке жүйесін тынықтырады. Ал кейбіреулер оны салмақ тастау үшін де ішеді. Көк шайдың бауырға пайдасы: сусынның тазалағыш қасиеті болғандықтан оны қалыпты нормада ішу бауыр мен өт қабының жұмысына пайдалы болады. Олардың белсенділігін жақсартуға Р және С витаминдері көмектеседі. Бірақ бұл өнімнің құрамында полифенол бар екенін ұмытпаған жөн. Егер көк шайды шамадан тыс ішсеңіз, бұл заттардың көп мөлшері бауырға зиян болуы мүмкін. Бүйрекке көк шай ағзаға пайдалы болу үшін шай жапырақтары дұрыс қайнатып, сусынды дұрыс қолдану керек. Қан тамырларына сусынды дұрыс пайдаланса, жүрек тамыр жүйесінің жағдайы жақсарады. Көк шайдың осы пайдалы қасиеттері келесі процесс арқылы жүзеге асырылады. С витаминді қаны сұйылтып, тамырлармен жүруін жеңілдетеді және қан қысымды төмендетеді. Калий жүрек бұлшықетін қатайтады. Р дәрумені қан тамырларының сергектігін көтереді. Антиоксиданттар зат алмасу процестерін ынталандырады және қылтамырларды зиянды холестериндердің жиналуына қарсы тұрады. Сүт қосылған көк шай пайдалы ма? Сүт қосылған көк шай ішу ағзаға пайдалы деген қайшы пікір. Шайға сүт қосып ішу ағзаға сүттің қоректік заттарын сіңіруге көмектеседі деп саналады. Осындай әдіспен жасалған сусынды орталық жүйке жүйесі жұқарған жағдайда ғана және бала емізетін әйелдерге сүттің шығуын жақсарту үшін ішсе болады. Дегенмен сүт шай антиоксиданттарының жағымды әсерін бейтараптандырады деген пікір де бар. Көк шайды қаншалықты жиі ішуге болады? Көк шайдың ағзаға пайдасы мен зияны өнімнің сапасына, қайнату әдісі мен қолдану жиілігіне байланысты. Сондықтан сусынды ішкеннен кейін әсер алу үшін келесі шарттарды сақтау қажет. Жаңа және жоғары сапалы өнім сатып алыңыз. Шай жапырақтарын 60-90 градусқа дейін қыздырылған таза сумен дайындау керек. Шайды аш қарынға және кешке ішпеңіз. Көк шайды алкогольмен біріктірмеңіз. Дәріні көк шаймен ішуге болмайды. Тым қою немесе ыстық қылып ішпеңіз. Көк шайдың зияны: көк шайды пайдалану қалыпты нормада пайдалы болады. Есіңізде болсын, сусынның қоздырушы әсері бар екенін естен шығармаңыз, және ол жүрек қан тамырлары аурулары кезінде зиян болуы мүмкін. Сондықтан қан қысымын жоғарылатып, жүрек ырғағын өлшеп тұру керек. Сондай-ақ көк шайды шамадан тыс ішу сүйек тығыздығының төмендеуіне және сүйектердің тез сынуына әкеп соғады.
яғни қан қысымы жоғары адамдарға көк шайды пайдалануға болмайды. Көк шай қан қысымды төмендетеді. Әсіресе қан қысымы төмен жүкті әйелдерге және семіздіктің алдын алу үшін, арықтау үшін ішіп жүрген әйелдерге, адамдарға, ересектерге мүлдем болмайды. Егер қан қысымыңыз төмен болса, мүлдем қолдануға болмайды. Көк шай тамақты тым тоя жеуге бейім адамдардың тәбетін реттеуге жақсы әсер етеді. Көк шайды тамақтану уақытының арасында ішсе болады. Бұл тәбетті аздап басады. Көптеген адамдар салауатты өмір салтын сақтамайды, дұрыс тамақтанбайды, алкоголь тұтынып, темекі тартады және көк шайды әмбебеп дәрі ретінде қарайды. Шын мәнінде бұл олай емес. Көк шай өздігінен пайдалы өнім, бірақ ол барлық артық орын толтырмайды, деп нақтылаған диетолог. Сонымен қатар көк шайдың тағы бір қасиеті. Егер көзіңіздің қырағы еткіңіз келсе, көк шайды күнде ішіңіз, жылыдай көзіңізге тамызыңыз. Ұйқыға жатар алдында көк шайға мақтаны малып алып көзіңізге басыңыз. Көк шай көру қабілетіңізді арттырады, қан тамырларыңызды емдейді. Артықшылықтардан арылтады, ісінгенін басады, жанарыңыздың жасаруын тоқтатады. Ол үшін бір шай қасық көк шайды бір стакан қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Жылыған кезде сүзіп алып ем ретінде қолданасыз. Бұл тұнба әсіресе күн ұзақ компоненттермен жұмыс істеп келген күні керемет көмектеседі. Компьютерден өткен улы заттардың бәрімен көк шай арқылы қоштасыңыз. Көз құрғақтығының алдын алу үшін көк шай пакеттерін бір стакан ыстық суға салып 10-15 минутқа қалдырыңыз. Аздап суығанша күтіңіз. 2 мақтаны көк шайдың ішінен өткізіп оны қойыңыз. Мұны күніне бірнеше рет қайталауға болады. Сондай-ақ көк шай бетті ылғалдандырады, ағартады. Бетке де керемет пайдасы бар. Клеткаларды ашады, қалып қойған дақтарды бірнеше тонға жояды. Әртүрлі типтегі терілер үшін көк шай маскасы пайдалы. Барлық типтегі бет перісіне қолданыла беретін алғашқы маска шай мен балдан тұрады. Ыстық суға тек қайнап тұрған емес, 5 грамм көк шай жапырағын салып 10-15 минуттай күтеміз. Содан соң ішіндегі қалдығынан суды бөлек алып, 20 грамм балмен араластырып, таза жуылған бет терісіне жағамыз. 10 минуттан соң салқын сумен жуып тастаңыз. Бұл масканы мамандар аптасына 2 рет жасап тұруға кеңес береді. Ғалымдардың зерттеуіне сетер болсақ, көк шайды күніне 3-4 рет ішкен жағдайда ғана еріген майдың көлемі 45%-ға артатын көрінеді. Көк шай артық майды тез ерітетін қасиетке ие. Арықтауға көп көмегі тиеді. Әрине, тек көк шайды ішіп артық салмақтан арыламын деу өте қате пікір. Мұндай жағдайда кез келген адам денсаулығын бұзып, тіпті төсек тартып жатып қалуы да ғажап. Сондықтан да бүгін біз көк шаймен қалай арықтауға болады, ас мәзіріне қандай тағамдарды қосқан дұрыс және тағы басқа да сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Көк шай өте пайдалы сусындардың бірі. Егер көк шайды қансыз ішіп кеңестерімізді бұлжытпай орындайтын болсаңыз, 4 апта ішінде 5-6 килодан арықтауға болады. Бұл сіз ойлағандай керемет нәтиже болмауы да мүмкін. Бірақ сіз көк шай арқылы денсаулығыңызға ешбір зиян тигізбей салмақ тастауға қол жеткізесіз. Себебі көк шай тек диета жағдайында ғана емес, денсаулыққа да тигізер пайдасы мол. Шайдың бір түрі антиоксидантқа бай, қартаюды тежеп, артериялық қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ағзадан токсиндерді, тұздарды шығарып, қабынудың алдын алады. Сонымен қатар үнемі көк шайды ішіп жүрген жағдайда қан тамырлары нығайып тазара түседі екен. Шайды қантсыз ішу керек, тіпті қант алмастырғышты да пайдалануға болмайды. Демделген көк шайдың дәмін кіргізгіңіз келсе, бір тілім лимон, жалбыз немесе кептірілген жидектер салып ішуге ұсынылады. Сондай-ақ арықтауды жылдамдату мақсатында шайға даршын немесе кептірілген зімбір қосыңыз. Бұл қоспалар тағамның құнарлығын азайтады. Көк шайды салқындатып ішкенде пайдалы.
Өйткені ағза салқын шайды жылыту үшін де энергия жұмсайды. Бұндайда сіз тағы 50 калория жоғалта аласыз. Күні бойы көк шай ішуден жалықпаңыз. Көк шайдың мүлде құнарлығы жоқ. Сондықтан да оны шөл қысқан сайын іше беріңіз. Алайда көк шайды ұйқыға жатардың алдын ішпеген дұрыс. Қарынның ашқаны сезілетін болса, бір алма немесе қияр жеген дұрыс. Көк шайды қалай демдейді? Шайдан пайдалы құрамын сақтап қалу үшін оны дұрыс демдеуді үйреніңіз. Мұнда су мен оның температурасы маңызды рөл ойнайды. Көк шайды демдеу үшін тазартылған суды пайдалануға тырысыңыз. Әйтпесе сусынның қош иісі мен дәмі де бұзылады. Сондықтан көк шайды демдеуде фильтрленген таза суды пайдаланған дұрыс. Ал судың температурасы 80 градустан аспауы қажет. Бұлай болмаған жағдайда көк шайдың ешбір пайдасы болмайды. Су қайнағаннан кейін 3-4 минут суытыңыз да, содан кейін ғана шайды демдеуге кірісіңіз. 3 минуттан соң демделген шайды іше беруге болады. Осымен біздің көк шайдың пайдасы мен зияны туралы ақпаратымыз аяқталды. Егер видеоны толығымен көрген болсаңыздар, маған лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Келесі видеоларымды бірінші болып көресіз. Және менің каналымда пайдалы ақпараттармен қоса түрлі оңай дәмді әрі жеңіл жасалатын, үйде бар тамақтармен жасалатын рецептілермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліңіз. Сау болыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мейіздің пайдасы мен зияны туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Және маған лайк басып, комментария жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Маған тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. Мейіздің адам ағзасында алатын орны ерекше, пайдасы мол. Мейіз дәрумендер мен минералдардың керемет көзі. Мысалы, мейізде А, В топтарының дәрумендері бар. Әрине, аскорбин қышқылы да көп мөлшерде болады. Микроэлементтердің ішінде біздің әл-ауқатымыз үшін магний, кальций, бор, калий, фосфор, темір сияқты маңызды нәрселерді есте ұстаған жөн. Сондықтан мейіздің алдын алу үшін де денсаулықтың түрлі проблемалары үшін де жеу керек. Мейізде қант өте көп, сондықтан диета ұстағандар бұл фактіні есте сақтап, осы пайдалы кептірілген жидекті пайдалануды шектеуі керек. Сонымен қатар мейіз қант диабеті, асқазан ішек жолдарының жарасы кезінде ұсынылмайды. Бұл өнімге және семіздікке өте мұқият болған жөн. Мейіздегі жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіретін және ұйқыны қалыпқа келтіретін магний және В тобының витаминдерінің болуына байланысты. Бұл көңіл күйі нашар адамдарға және ұйқысыздыққа шалдыққандарға пайдалы. Мейіздің көптеген пайдалы қасиеттері бар, алайда бұл өнім өте жоғары калориялы, сондықтан тұтыну мөлшерін мұқият бақылау керек. Бұл әсіресе өз салмағын мұқият қадағалайтын адамдарға қатысты. Қант диабетімен ауыратын адамдар мейізді көп мөлшерде жеуге болмайды. Өйткені бұл өнім құрамында қант мөлшері едәуір жоғары. Асқазан жарасына, жүрек жеткіліксіздігіне немесе энтероколитке мейіз ішу ұсынылмайды. Сондай-ақ кептірілген жүзім аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін екенін ұмытпаған жөн. Мейізді жиі тұтынуды жоспарласаңыз, міндетті түрде маманға жүгініңіз. Өнеркәсіптік кептіру кезінде мейізді арнайы зиянды заттармен өңдеуге болатынын есте ұстағаныңыз жөн. Оны қолданар алдында оны өніммен жақсылап тұрып жуу керек. Дәрігерлер ұйқының бұзылуы, жүйке жүйесіндегі стрестің күшеюі, анемия, асқазан ішек жолдары, жүрек қан тамыр жүйесі, суық тию кезінде диетаны мейізбен толтыруды ұсынады. Жүкті әйелдер үшін бұл темір мен кальцийдің жетіспеушілігін толтыру үшін өте пайдалы болады. Мейізді дәмдік қасиеттері көптеген тағамдарды жолға қояды және толықтырады. Мысалы, нан пісіруге, десерттерге, ыстық және салқын тағамдарға, салаттарға пайдалы.
Мейіз қанды тазартады, жүрек ауруларына дұрыс көмектеседі, ауыр жүктемелерден кейін спортшыларды қалпына келтіреді, миды белсендіреді және жеке импульстардың өтуін жеделдетеді. Сонымен қатар мейізді қолдану гемоглобин өндірісін белсендеуге, гемопоэтоз процесін қалыпқа келтіруге, жүректің жұмысын қалыпқа келтіруге, қан тамырларын нығайтуға, дамуына жол бермейді және кариеннің дамуына жол бермейді және тіс эмалін нығайтуға көмектеседі. Мейіздің арқасында сіз мигрен мен депрессиядан арылуға, ұйқыны жақсартып, дененің жалпы жағдайын жақсартуға болады. Мейіздің арқасында сіз мигрен мен депрессиядан арылуға, ұйқыны жақсартып, дененің жалпы жағдайын жақсартуға болады. Кептірілген седативті әсерін жүйке жүйесіне босаңсытатын, әсер ететін, тіпті ұйқыны жақсартатын ниацин мен В1, В2, В5 дәрумендерінің құрамымен оңай түсіндіруге болады. Кептірілген жүзімге өте бай калий бүйрек жұмысына және терінің күйіне жақсы әсер етеді. Оның организмнен улы заттарды шығаруға көмектесетін диуретикалық әсері бар. Мейіз қайнатпасы тыныс алу жолдарының аурулары үшін пайдалы, өйткені ол организмге иммуноситуациялаушы және бактериоциттік әсер етеді. Сол арқылы қалпына келтіруді тездетеді. Сонымен қатар ағзамыздағы бауырымызды мейіздің көмегімен тазалаудың тағы бір жолы бар. Бауыр адам ағзасындағы ең бір маңызды орган екенін білесіздер. Ол үшін гепатит А және В, С цирроздары аса қауіпті, сондықтан бауырға күтім жасап, тазалап тұру керек. Ондай бір оңай жолы мейіз бен су арқылы тазалау. Алдымен ол үшін сапалы қара мейізді таңдап аламыз. Сырлы ыдысқа 3 стакан су мен 1 шыны аяқ мейізді саламыз. Содан кейін 2 минут қайнатып, 24 сағат тұндырып қоямыз. Келесі күннен бастап таңертең 1 шыны аяқтан ішіп жүріңіз. Оны ыстық және салқын күйінде ішуге болмайды. Мүмкіндік болса 1 апта ішкен абзал. Әр осы күндері майлы тағамдары және алкоголь ішімдіктерден бас тартыңыз. Сонымен қатар мейіз қан аздықты емдеудің тиімді табиғи құралы болып табылады. Өйткені қара мейіздің құрамында темір көп мөлшерлі және анемияны емдеуге, ағзадағы темірдің үлесін арттыруға ықпал ететін маңызды витаминдер бар. Қара мейіздің құрамында иммундық жүйені нығайтып, аурулардың алдын алатын антиоксиданттар бар. Қара мейіздің рөлі анемияны емдеумен ғана шектелмейді. Сонымен қатар шаштың денсаулығын жақсартуға және құнарлығын арттыруға көмектеседі. Қара мейізді құрмамен және мейізді қамтитын рецепті бар тағамдар ретінде жеуге болады. Ал 1 стақан апельсин шырыны қосылған 1 уыс мейіз анемияны емдеу үшін тиімді тағам болуы мүмкін. Қара мейіздің анемияға және емдеуге пайдасы белгілі бір ғылыми дәлелденген. Мейізде темірдің жоғары пайызы маңызды дәрумендер бар. Бұл оны денедегі темір қорын арттыру үшін тамаша таңдау жасайды. Сонымен қатар мейіз қанның денсаулығын жақсартуға және анемияның алдын алуға көмектеседі. Қара мейізді сүтпен бірге анемияны емдеу және сүйек пен тіс денсаулығын жақсарту үшін екі жақты пайда алу үшін қолдануға болады. Сондықтан мейізді 1 стакан апельсин шырынын қосып, немесе құрма қосылған тіске ретінде жеу сияқты мейізді үнемі жеген жөн. Қара мейіз анемияға қарсы таңғажайып және тиімді құрал. Өйткені олардың құрамында темір және С витаминінің жоғары концентрациясы бар. Бұл денеге темірді жақсы сіңіруіне көмектеседі. Осылайша қара мейізді үнемі жеу денедегі темірдің пайызын арттыруға және қанның денсаулығын жақсартуға ықпал етеді. Бұл анемиямен ауыратын науқастарға зертханалық зерттеулердің нәтижелерін жақсартады. Сондықтан ең жақсы нәтиже алу үшін мейізді үнемі және қалыпты мөлшерде жеу ұсынылады және оның жоғары калориялары болуына байланысты оны көп мөлшерде жеуге болмайды.
Сүт қосылған қара мейіз қан аздықты емдеудің таңғажайып және тиімді құралы болып табылады. Өйткені мейіз ағзаға қажетті минералдар мен дәрумендерге бай және анемияның алдын алу үшін, емдеу үшін оларды үнемі жеу ұсынылады. Сонымен қатар сүт құрамында кальций мен ақуыз сияқты сау дене үшін маңызды көптеген қоректік заттар бар. Бұл оны анемияны емдеу үшін тамаша шешім етеді. 10-15 қара мейізді бір стакан жылы суға 1 сағат салып, жұмсақ болғанша қалдырыңыз. Одан кейін бір кесе ыстық сүт қосып, мейіз бен сүт қоспасын жақсылап араластырыңыз. Толық пайда алу үшін бұл сусынды үнемі ішу ұсынылады. Қара мейіздің қаназдықтың алдын алуға пайдасы. Қара мейіз анемияға қарсы тиімді табиғи құрал ретінде келеді, өйткені оның құрамында денеге пайдалы темір мен дәрумендер көп. Сонымен қатар қара мейіз тағамнан темірдің сіңуін жақсартуға, қан айналымын жақсартуға және қандағы гемоглобинді арттыруға көмектеседі. Жеңіл тағамдарды жеу ретінде құрма мен мейізді жеу анемияны емдеуге тиімді, өйткені екеуінде де гемоглобиннің түзілуіне ықпал ететін және денедегі темірдің үлесін арттыратын жоғары темір бар. Сонымен қатар мейіз бен құрманың құрамында асқазанның босатылуын бәсеңдетуге көмектесетін және тамақ арасында аштық сезімін болдырмау үшін қанықтыруға көмектесетін талшық бар. Ағзадағы темірдің пайызын жоғарылату және жалпы денсаулықты жақсарту үшін негізгі тағамдар арасында күнделікті жеңіл тағам ретінде бір уыс құрма мен мейіз жеген жөн. Достар, осымен мейіздің пайдалы ақпараты туралы ақпаратымыз аяқталды. Алдағы уақытта тағы да өте керемет ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Ол үшін менің каналымды өткізіп алмас үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Және түрлі дәмді әрі оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамаңыздар. Жаңғақ туралы қандай мәліметтер білеміз? Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңғақтың адам ағзасына тигізер пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Жаңғақтардың адам ағзасына тигізер пайдасы өте мол. Олар ағзаны қалыпты жағдайда ұстап, түрлі ауруларға қарсы күресетін күш береді. Жаңғақтың түрлері өте көп, және де әрқайсысының өз алдында емдік қасиеттері бар. Бүгін біз солардың бірі грек жаңғағы туралы айтамыз. Шын мәнінде жаңғақ пайдалы ма, зиян ба, оларды жиі қолдануға бола ма? Бұл жаңғақтың күш-қуатымызды қалыпқа келтіріп, бойдағы сырқатты жеңуге көмектеседі. Мәселен, қант диабеті. Оның белгілі бір мөлшерін күнделікті ас мәзіріне қосып отырған жөн. Бірақ дәрігерлер күніне 100 грамын ғана пайдалануға кеңес береді. Одан көп жеу зиян келтіруі мүмкін. Грек жаңғағы атеросклероз ауруына шалдыққан кезде жақсы көмектеседі. Ми белсенділігін арттырады, ішек жұмысын жақсартады. Оның құрамында дәрумендер, минералдар, түрлі майлар бар. Олар В1, В2, С, Р, май, хинон, каротон, жасұнақ, тұз және тағы басқа. Тіпті жаңғақ ағашының жапырағының құрамында денсаулыққа пайдалы элементтер бар. Сондай-ақ жаңғақтың зиянды жерлері де болады. Жаңғақ қаншалықты пайдалы болғанымен, оның аллергия тудыру қаупі бар. Бойында аллергия, псориаз, экзема сынды аурулары бар адамдар жаңғақты абайлап пайдаланғаны жөн. Егер омырауда балаңыз болса, жаңғақты көп мөлшерде жемеңіз. Біріншіден, ауыз қуысының улуына әкеледі. Екіншіден, балаға бөртпе шығуы мүмкін. Грек жаңғағы өте тойымды. Ол наннан 2 есе калорияға ие. Сондықтан толысуға бейімді жандарға сирек қолданған жөн. Жаңғақтың пайдасының мол екені халық медицинасы да дәлелдеп келеді. Өзі ғана емес, қабығы мен жапырағы да емдік мақсатта жиі қолданылады. Жапырағынан ауыз қуысына және қызыл иекке арналған тұнба жасайды. Сондай-ақ
Оның қайнатпасы жараның тез жазылуына көмектеседі, отадан қалған ізді кетіреді, ішек құрт қабыну, қант диабеті ауруларынан айығуға көмектеседі, қан құрамындағы холестеринді азайтады, сонымен қатар косметикалық мақсаттарда да қолданады. Жаңғақ миымызды керемет нәрлендіреді, жұмыс істеу қабілетімізді жақсартады және жүрегімізді нығайтады. Оның құрамында май өте көп. Соған қарамастан ағзадан зиянды холестеринді тамаша жояды. Нәтижесінде ағза тазарып, қажетті дәруменді минералдар мен микроэлементті сіңіреді. Жаңғақ аштықтан құтқарады. Егер сізде тамақтануға уақыт тапшы болса, 5-6 дана жаңғақ жеңіз. Оның жағымды дәмі және құнары асқазаныңызды толықтырады. Жаңғақ ақуыздың қайнар көзі. Бұл пайдалы тағамды үнемі тұтыну керек және жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алады. Грек жаңғағы жүрек пен қан тамырларының проблемаларын шешуге тамаша көмектеседі. Қан тамырларының қабырғасындағы түйіншектерді кетіреді, әрі қанды тазартады. Грек жаңғағы ерлердің еркектік қуатын керемет көтереді. Қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіріп, жүйкеңізді тыныштандырады. Зат алмасу жұмысын жылдамдатады. Грек жаңғағында Е дәрумені өте көп. Аталған дәрумен ағзаны тез қартаюдан қорғайды, теріні жұмсартып жақсартады. Сондай-ақ емізулі анаға және нәрестеге өте пайдалы, өйткені қоректік заттардың арқасында энергия қорын толтырады және дене жасушаларын нәрлендіреді. Жиналған жаңғақ дәндерін ұзақ сақтау үшін күн көзінде не арнайы кептіргіште кептіреді. Ашық және күңгірт қауызды ядросын дәнін 12 сағаттай тұзды суға салып қойса, қауызы оңай алынады. Содан кейін дәнді ағынды суға шайып алып кептіру керек. Ұнтақталған, кесілген және майдалап үгітілген грек жаңғағының піскен жемістерін алма, қант, қызылшаны және балдыр көкке сельдерей қосып түрлі салат жасайды. Грек жаңғағы жүрек-қан тамыр ауруларынан сақтайды. Құрамында омега-3 ағзадағы холестерин мөлшерін реттеп, инфаркты, инсульт алу, артериалды гипертензияның алдын алады, иммунитетті күшейтеді. Жаңғақтағы антиоксиданттық қасиетке ие, ол қатерлі ісіктерді, вирус пен бактерияларды жояды. Сондай-ақ ас қорыту жүйесін жақсартады. Гормоналды фонды қалпына келтіреді. Грек жаңғағы иодқа бай. Иод қалқанша без гормондарының синтезіне қатысады. Өз кезегінде тироксин және ағзаның барлық жүйелерін реттейді. Құрамындағы фитоэстроген сүт безі қатерлі ісігінің алдын алады. Сондай-ақ жаңғақта көп мөлшерде белок болады. Ол бала ағзасының өсуіне септігін тигізіп, есте сақтау қабілетін арттырады. Сондықтан балаларға көптеп жаңғақ жегізген жөн. Жаңғақ қабығы салмақ жоғалтуды қолдайды. Бұл қатерлі ісік қаупін азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар стрессті азайтады. Ішектерді тазартуға көмектесетін жаңғақ қабығы жүрек денсаулығын сақтауға көмектеседі. Ұйқыңызды реттей алатын жаңғақ қабығы иммунитетті нығайтып, қуат береді. Қаласаңыз, табиғи антиоксидант ретінде назар аудартатын қабығы ашылған жаңғақтарға кепілдігімен қол жеткізе аласыз. Салмақ жоғалту процесінде жаңғақ қабығымен ісіну мен майдың жоғалуына қол жеткізуге болады. Жаңғақ қабығын үнемі тұтыну метаболизм жылдамдығын арттыруға көмектеседі. Егер сізде іш қату сияқты ішек проблемалары болса, сіз жаңғақ қабығынан қолдау ала аласыз. Ішекті тазартуға көмектесетін жаңғақ қабығы шырыны асқазанның ыңғайлы болуы үшін маңызды. Жаңғақ қабығы шырынын ішекте пайда болуы мүмкін паразиттердің алдын алу үшін ішуге болады. Жаңғақ қабығын қайнатып су ішуге болады. Сіз жаңғақ қабығының шырынын тұтыну арқылы иммундық жүйеңізді нығайтуға көмектесе аласыз. Сонымен қатар сіз жаңғақ қабығын қайнатып, оны суық тию сияқты ауруларды емдеуге ішуге болады. Жаңғақ қабығының суын ішуде антиоксиданттық әсерлерден пайдалануға мүмкіндік береді.
осылайша тыныс алу жолдарын тазартуға және денеңізден бактерияларды жоюға қолдау көрсетіледі. Жаңғақ қабығы шырынын қалай дайындау керек? Жаңғақ қабығын жақсылап жуғаннан кейін оларды кастрюльге қосуға болады. Содан кейін жаңғақ қабығын аздап жабу үшін жеткілікті су қосу керек. Бұл кезде 1 литр су пайдалы болады. Суды қосқаннан кейін қайнатуға болады. Қайнаған суды өшіргеннен кейін температураның аздап өтуін күтуге болады. Жаңғақ қабығының шырынының балғындығына назар аударуды ұмытпау керек. Салқындағаннан кейін су дайын болады. Жаңғақ қабығы шырынын дайындау үшін печенье нарығында грек жаңғағын таңдауға болады. Жаңғақ бағасы сондай-ақ тақырып бойынша әртүрлі нұсқаларды ұсынатын брендтен әртүрлі жаңғақтарды сатып алуға болады. Кавказ жерлерінде грек жаңғағы қасиетті ағаш саналады. Ол жақта 4000 жылдан астам уақыт өсіп тұрған жаңғақ ағаштарын көруге болады. Грек жаңғағын құрамында аминқышқылдар, иілік заттар, құнды минералдар бар. Организмнің әлсіреуі, қаназдық, жүйке жүйесі, жүрек және асқазан ауруларын емдеуде көмектеседі. Сондай-ақ жер жаңғақтың шамамен 70 түрі бар. Ол тамаша антиоксидант болып саналады. Көздің көруін, есту және есте сақтау қабілеттерін жақсартады. Тағамдық өнім ретінде ғана емес, химиялық өндірісте шикізат ретінде қолданылады. Одан пластмасса, синтетикалық жіп және желім жасайды. Жер бетіндегі ең үлкен жаңғақ ол кокос жаңғағы. Бір жаңғақтың салмағы 4 килограммға дейін жетеді. Кокостың дәмі мен иісі өте ерекше. Одан бөлек құрамы В тобы дәрумендеріне, микроэлементтеріне бай. Достар, осымен біздің жаңғақ туралы ақпаратымыз аяқталды. Менің видеомды толығымен көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Және тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет пайдалы ақпараттармен бөлісемін және түрлі оңай жасалатын, әрі дәмді жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге сарымсақтың пайдасы мен зияны туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны толығымен көріп, маған лайк басып, пікір қалдырып және тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сарымсақтың адам ағзасына берер пайдасы өте көп. Сонымен қатар оның зиянды жағы да бар. Сарымсақтың құрамында 400-ден аса пайдалы компоненттер бар. Сарымсақты негізі шикідей жеген пайдалы. Сарымсақтың өткір иісін артынан алманы, жалбыз жапырақтарын немесе балдыр көкті шайнау арқылы немесе сүт ішумен кетіруге болады. Швецияда балалар мектепке барарда сарымсақ жегізу қалыпты әдетке айналған. Өйткені бұл балаларды мешеулікке ұрынудан сақтайды. Бүгінгі күні дәріханаларда сарымсақтың ұнтақтары мен арнайы дәрілерді халыққа таратуда. Мамандар күн сайынғы тамақта 10-15 грамм сарымсақ жеп тұрудың денсаулыққа пайдалы екендігін айтады. Бүгінге дейін зерттеген ғалымдардың айтуынша сарымсақтың құрамында 400-ден аса пайдалы компоненттер бар. Иммунитетті нығайтады, организмді қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайды, ағзадағы бактерияларды өлтіреді, асқазан ішек жолдарына, жүрек талма ауруларына ем, микробты болдырмайды, жараны тез жазады, ауруды басады, ішек құрттарды жояды, қақырықты түсіреді. А витаминозға өте пайдалы. Оның құрамындағы селен антиоксиданттық құрамымен ерекшеленеді. Сарымсақ қанды тазалайды. Ол табиғи антибиотик болып табылады. Ертеде оба ауруына ұшырағандарды емдеуге баратын дәрігерлердің сарымсақ салынған суға батырылған дәкемен жүздерін орап алуы осы себепті деп білінуде. Сарымсақ суық деген ауруларға да таптырмайтын ем. Ол жүйке жүйесі бұзылғанда зәр жолдарын емдеуге, сондай-ақ организмді тазалауға пайдаланады. Қатты суықтап қалған кезде сарымсақты ұсақтап турап, үстіне ыстық су құйып, сосын оның буымен демалу керек. Тіс ауырған кезде сарымсақты
қабығынан аршып алып сонымен тістің қызыл етін сүртеді. Сүйіл шыққан жағдайда ұсақталған сарымсақты азғантай балмен араластырып алып, әлгі жерге қалыңдап жағып таңып тастаған жөн. Радикулит асқынып кеткен кезде сарымсақ пен қара шаңбырды үкіштен өткізіп алып бір-бірімен жақсылап араластырып белге тартады. Тағы бір әдісі ұсақталған сарымсақты жұқа дәкеге салып, қашан қыздырғанша белге тартып байлап қояды. Сосын оның орнына май жағып жүн матамен орап тастайды. Гипертониялық аурулар кезінде қатарынан 2 күн 2-3 түйір сарымсақты ұсақтап турап алып түнге қарай жейді. Сосын 2 апта үзіліс жасап барып, осы процедураны тағы бірнеше рет қайталайды. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Суық тиіп ауырғанда бірінші күні 30 грамм сарымсақ қабылдау қажет. Сарымсақтың ай жарым ішінде мөлшерінен күнбе-күн көбейтіп отырып 90-120 граммға дейін жеткізесіз. Ал ай жарымнан кейін сарымсақтың мөлшерін керісінше біртіндеп азайтып, бастапқы кездегі 30 граммға дейін төмендету керек. Оған қоса күніне бірнеше рет сарымсақ буымен демалып, арқа мен кеуде тұсын өсімдік майымен араласқан сарымсақтың сөлімен сүртесіз. 10 шақты пиязды бір бас сарымсаққа араластырып турап, сүтке салып жұмсарғанша қайнату керек. Оған аз ғана шырын немесе шөптердің қайнатпасын құйып, балды қалауынша қосасыз. Мұны күшті жөтел кезінде сағат сайын ішуге болады. Қатты тұмауратқанда түшкіріп жөтеліп, қызу көтерілгенде, тамақ ауырғанда, бұлшық ет пен сіңір тартылып ауырғанда 1 шай қасық сарымсақ майын және 20-25 тамшы пияз сөлін қайнаған суға араластырып, жылылай 1 стаканнан 4 сағат сайын ішіп отыру керек. Мұрынға 5-10 тамшыдан тамызу қажет. Жүрек ауруларына да сарымсақ таптырмайтын ем. 1 литр балға 10 лимонның сөлін қосып, оған 10 сарымсақты ұсақтап араластырып, тығыз жабылған ыдысқа салып қояды. Ол қараңғы салқын жерде 1 апта тұруы тиіс. Сосын күніне 1 рет 4 шай қасық тамақтанардан 20-30 минут бұрын қабылдап, әр қасықты жұтқан сайын арасына 1 минут үзіліс жасап алған жақсы. Бұл қоспа демікпесі бар стенокардияға өте пайдалы. Тіпті бір адым жүрген сайын ентігіп қалып тыныстап алатындардың өзі осындай тұнбаны қабылдағанда сауығып кеткен көрінеді. Ағзадағы холестериннің деңгейін төмендетуге де сарымсақ жақсы көмектеседі. Ол үшін күн сайын өрік, шие, қара өріктен алынған 15-20 граммнан қабылдап, бұған қоса 1 шай қасықтан күніне 3 рет сарымсақ майын немесе 1-3 шай қасық сарымсақ ұнтағын қабылдап отыру қажет. Ал бастапқы инфаркт кезінде тамақ мәзіріне сарымсақ майын, сарымсақ шарабын, сарымсақтың өзін араластыру керек. Бұл инфарктті тежейді. Жүрек ұстамасының жиілеуін тоқтату үшін тазаланған 1 түйір сарымсақты жұтып жіберген дұрыс. Қалтаңызда нитроглицерин болмай қалған кезде осылай істесеңіз жүрегіңізді бүрген ауру ізі қайым жоғалады. Сонымен қатар сарымсақ теріге сыздауық, сүйел, теміреткі, қышыма сияқты жаралар шыққанда да таптырмайтын ем. Мысалы, шүберекті өсімдік майына шылап алып, артық майын сығып, ортасына ұсақтап туралған сарымсақ салып, жараның үстіне жабыстырып таңып тастаса, қабығы тез жарылып, қабынуы тоқтап, ауырғаны басылады. Бірақ жараның үстіне тұнған сарымсақты күн сайын ерінбей ауыстырып тұру керек. Беттегі безеу, бөртпе, терінің тағы басқа іріңді жараларын кетіру үшін сарымсақтан жасалған емдік тұнбаны қолдануға болады. 400 грамм сарымсақты ұсақтап турап, шыны құтыға саласыз. Үстіне шамалап спирт құйып, күннің көзіне сұйықтық сары жасыл түске енгенше қою керек. Оны қайта-қайта араластырып қойғанда дұрыс. Содан соң сүзгіден өткізіп, бірінші күні 5 тамшысын қабылдайсыз. Екінші күннен бастап әр күн сайын 1 тамшыдан қосып отырып, 25 тамшыға дейін жеткізесіз. Содан кейін керісінше әр күн сайын 1 тамшысын кемітіп, бастапқы 5 тамшыға дейін азайғанша қабылдайсыз.
Қажет болған жағдайда бұл емдеу курсын қайталауға да болады. Тұнбаны бетке жағып терінің зақымданған жерін сүртсе артық етпейді. Сонымен қатар, сарымсақты үнемі жеу әжімдердің пайда болуын азайтады және оның құрамында зеңге қарсы және вирусқа қарсы препараттар болғандықтан безеуді емдеуге де көмектеседі. Медициналық зерттеулерде сарымсақ қартаю мүмкіндігін және әжімдердің пайда болуын азайтуға көмектесетін аллитинді қамтиды. Сондықтан сарымсақ түйіршіктерін үнемі жеу ұсынылады. Сарымсақ сонымен қатар безеулерді емдейді және терідегі безеулерді кетіреді. Құрамында безеуді тудыратын бактериялар мен микробтарды жоятын зеңге қарсы заттар бар. Сарымсақты сау және әдемі теріні алу үшін бет маскасы түрінде қолдануға болады, бірақ оның жанама әсерлеріне назар аудару керек. Әсіресе теріңіз майлы болса, майлы теріге сарымсақты қолдану артық секрецияны арттырады және теріні тітіркендіреді және теріге аллергия тудыруы мүмкін. Сондықтан теріге сарымсақты қолданбас бұрын дәрігермен кеңесу маңызды. Сонымен қатар сарымсақтың зиянды жерлеріне тоқтала кетейік. Сарымсақтың құрамы түрлі элементтерге өте бай. Десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды, әйтпесе уланып қалуыңыз мүмкін. Күніне 8 тіс сарымсақты жесе қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазаны ауыратындар ауруы асқынған не қозған кезде сарымсақты жемеген дұрыс. Сарымсақты көп жесе ішке көп газ жиналады. Жүрек айнып бас ауырады, дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Сарымсақты бүйрегі ауыратын адамдарға жеуге болмайды. Сарымсақтың құрамында токсинді элементтер бар. Бүйректің жұмысына кедергі келтіреді. Сол себепті бүйрек сарымсақтың өткірлігінен өз қызметін толық атқармайды. Диарея кезінде сарымсақ жемеген дұрыс. Себебі ішек бойындағы ауруды одан сайын күшейтуі әбден мүмкін. Яғни іш өту кезінде сарымсақты қолданбаған жөн. Ота жасататын жандарға, егер жақын арада ота жасатқалы жүрсеңіз, сарымсаққа жоламаған дұрыс. Негізінде медицинада ота жасататын науқасқа 2 апта сарымсақ жеуге болмайды. Аяқ ауыр және бала емізетін аналарға, бұл топтағы аналарға сарымсақ қаншалықты зиян екені әлі дәлелденбеген. Бірақ дәрігерлер сарымсақты жемеуге кеңес береді. Қан қысымы төмен жандарға сарымсақтың қан қысымын түсіретін қасиеті бар. Егер қан қысымыңыз төмен болса, одан алыс болған дұрыс. Көз аурулары бар науқастарға Қытай дәрігерлері сарымсақты жиі жеу көзге кері әсерін тигізетінін айтады. Сол себепті көзіңіз ауырса, қолмен қоса сарымсақты тыйған дұрыс. Ұйықтар алдында сарымсақ жеудің пайдасы. Ұйықтар алдында сарымсақты жеудің пайдасы көп және әртүрлі. Өйткені сарымсақ қандағы холестерин деңгейін реттеуге және жоғары қан қысымын төмендетуге ықпал етеді. Сонымен қатар адамның иммунитетін күшейтеді. Сонымен қатар ас қорыту проблемаларынан зардап шегетіндерге төсек алдында сарымсақты жеу ұсынылады. Өйткені бұл оның функцияларын жақсартуға көмектеседі. Кейбіреулер сондай-ақ төсекке дейін сарымсақ жеу салмақ жоғалтуға және дененің метаболизмін ынталандыруға көмектесетінін көрсетеді. Сондықтан ұйықтар алдында сарымсақ жеу денсаулыққа пайдалы кеңес болып табылады. Бірақ сіз оны ақылға қонымды мөлшерде және дәрігерлер мен диеталық мамандардың айтуы бойынша жеуіңіз керек. Ұйықтар алдындағы сарымсақ жеудегі сәтті тәжірибе. Бұл мақалада автордың төсек алдында сарымсақ жеу тәжірибесі туралы айтылады. Ол шынымен сәтті болды. Айта кету керек, бұл тәжірибе сау құжатталған және сарымсақтың тағамдық және денсаулық құндылығын дәлелдейтін көптеген ғылыми зерттеулерге негізделген. Сарымсақ табиғи антибиотик ретінде әрекет етеді. Құрамында қосылыстар витаминдер бар. А, В1, В2, Р және С ағзаның иммунитетіне оң әсер етеді. Сарымсақтың құрамында минералды тұздар, магний, кальций, калий және хром, никель және кобальт сияқты элементтер бар. Сарымсақ қан қысымын төмендетеді.
қызбаны төмендетеді және құрамындағы эфир майларының арқасында тыныс алуды жеңілдетеді, тыныс алу жолдарын тазартады және қалған секрециялардың қақырық шығаруын жеңілдетеді. Сарымсақты сэндвичке кесуге немесе басқа тағамдарға қосымша ретінде жеуге болады. Дегенмен сарымсақтың күшті хош иісі мен ащы дәмі оның шикі түрде жеуге кедергі келтіруі мүмкін. Термиялық өңдеу процесінде сарымсақ өзінің кейбір қасиеттерін жоғалтады, сондықтан оны ыстық тағамдарға қосымша ретінде жеу біз үшін дайындалған тағамның дәмін жақсартудан басқа ештеңе етпейді. Балаларға немесе шикі сарымсақ қосылған бір тілім нан туралы шешім қабылдай алмайтын адамдарға сарымсақ беру әдісін іздеудің жауабы қарапайым және тез дайындалады. Ол үшін балаларға сарымсақ сиропын дайындап беруге болады. Сарымсақ сиропын дайындау үшін бізге қажетті 2 немесе 3 сарымсақ, 3 лимон, 6 ас қасық табиғи бал, 1 кесе салқын су. Сарымсақ қабығын аршып, қалампырды арнайы қысқышпен немесе сығу процесімен ұсақтаймыз. Лимон шырынын сығып, оны балмен араластырамыз. Үнемі араластыра отырып, бірте-бірте су құямыз. Алынған затты күш алу үшін қараңғы жерге шамамен 24 сағатқа қалдырасыз. Дайын сиропты қара шыны бөтелкеге құясыз. Табиғи балды сұйық алтын деп атайды. Себебі оны емдік қасиеті және адам денсаулығына, иммунитетіне, әл-ауқатына пайдалы әсер ететін 300-ге жуық заттар бар. Нағыз балға сонымен қатар табиғи ақуыздар, витаминдер кіреді. Сарымсақ сиробын 1 шай қасық мөлшерінде күніне 2-3 рет, ал профилактикалық мақсатта күніне 2 рет қабылдаймыз. Суық немесе тұмау белгілері 1 апта ішінде жақсармаса, дәрігермен кеңесу ұсынылады. Достар, осымен біздің сарымсақ туралы пайдалы ақпаратымыз аяқталды. Сарымсақтың пайдасы мен зияны туралы ақпаратты видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, маған лайк басып, тіркеліп және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да осындай керемет пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Және менің арнамда керемет түрлі оңай жасалатын рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге көкжуаның пайдасы мен зияны туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Бұл үшін видеоны соңына дейін көріп, маған лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Көкжуа кез келген тағамға қосымша керемет дәм береді. Оның құрамындағы пайдалы заттар өте көп. Көкжуа деп пияздың піспеген жасыл сабағын айтады. Бұл өсімдіктің емдік қасиеті. Халықтық медицинада кеңінен қолданылады. Сонымен қатар көкжуаны шаш өсіруде немесе бекітуде, косметологияда көп қолданады. Көкжуаның құнарлылығы 100 граммда 19 калорияны құрайды. Оның құрамы 1,3 грамм ақуыздан, 0 грамм майдан және 4,6 грамм көмірсудан тұрады. Сонымен қатар көкжуада А, В1, В2, В5, С дәрумендері бар. Сабақтың емдік қасиеттері калий, натрий, магний, кальций, темір, фосфор және цинктің болуына негізделген. Көкжуаның пайдасы. Көкжуа салқын тигеннен болатын аурулардың алдын алуға, ас қорыту жүйесін жақсартуға, тәбетті көтеруге көмектесіп, қырқұлаққа, яғни вирус ауруларына қарсы күреседі. Себебі көкжуаның сабағында С дәрумені апельсин мен алмадағыдан да өте көп. Оның құрамында хлорофилл болғандықтан темір талшықты анемия кезінде пайдалы. Көкжуада кальций мен фосфор бар, сондықтан тіс жағдайын жақсартады. Тіс қанауы азайып, тіс ауруларының ұлғаюына жол бермейді. Сабақта цинктің мөлшері мол болғандықтан әйел адамның репродуктивті жүйесіне, тырнаққа, шашқа және теріге жақсы әсер береді. Сонымен қатар көкжуаның зиянды жағы да бар.
Егер асқазаныңыз бен ішектеріңіз ауырса, көк жуаны көп қолданбаған жөн. Көк жуаны көп мөлшерде жеу артериал қысымды жоғарылатуы мүмкін. Бұл көк жуаны мүлде жемеу керек деген сөз емес. Тек көп мөлшерде қолданбаңыз. Пайдалы заттар көк жуаның ақ сабағында және 10 см-ге дейін бөлігінде өте көп болады. Өсімдік ағзаға жақсы әсер ету үшін оны қолданар алдында аздап тұздап және оған өсімдік майын қосқан жөн. Көк жуаны сатып алар алдында оның қатты әрі ақ жуашығына мән беріңіз. Сабағының қою жасыл болғаны жақсы. Көк жуаның пішіні аса үлкен түрін алмаңыз. Оның сабағының ұшы құрғақ болмауы керек. Тоңазытқышта бөлек контейнерде жақсы сақталады. Бірақ туралмаған күйінде егер оны тамырымен алсаңыз, тамырын ылғал дәкеге орап, жоғарғы жағын полиэтиленді пакетке салып қойыңыз. Пияз бен сарымсақ бір-біріне ұқсас өсімдіктер және екеуі де иісі бірден білінетін күкірті бар компоненттерге бай. Сондай компоненттердің бірі инсулиннің секрециясын көбейтетін аллил-пролил дисульфид. Бұл жағдайда ағзадағы инсулиннің көлемі артады. Бұл әсіресе жаттығудан шыққан соң тіске басуға өте пайдалы. Егер пиязды протеин іріткісінен көмірсу және креатинин дайындалған коктейльмен араластырса, ағзадағы пайдалы заттардың артуына көмектеседі. Салатқа арналған пияз да алма секілді өте тәтті. Әрбір спорттық жаттығуға барған сайын бір бума пиязды алып кетуге тырысыңыз. Егер жаттығудан соң ас үйге баратын уақытыңыз болса, жұмыртқаның ағы мен пияз және томатты араластырып омлет дайындасаңыз болады. Пиязда кверцетин өте көп пайдалы саналады. Дене шынықтырудан соң кішкентай пияз жеуге дағдыланған жөн. Күнделікті өмірде тағамды пиязсыз елестету мүмкін емес, алайда оны ұнататындардың саны да бұл ғаламда көп емес шығар. Ұнамайды екен деп дәрумендердің қоймасы табиғи антибиотик болып табылатын пиязды мүлдем жемей қоюға да болмайды. Домалақ басты пияз табиғи антибиотик болып табылады. Ол зат алмасуын жылдамдатып, ас қорытуды жақсартуға, артериал қысымды қалпына келтіруге және потенцияны көтеруге қабілетті. Пияз шырыны тұмау, сарып, ұйқысыздық сынды ауруларға қарсы тұрады. Пияз тек қана дәрумендерге емес, ұлпалар мен органдарға белсенді әсер етеді. Эфир майларына, сонымен қатар жүректі ынталандыратын калийге, қан жасалуына көмектесетін темірге, адамға қажетті сирек элементтер марганец, мыс, кобальт және молибденге бай. Сондай-ақ пияздың құрамындағы хлорофилл тағамының қорытылуына жақсы әсер етеді. Бірақ жақсы сақталатын домалақ басты пияздан көк пияздың айырмасы көк пияз жылдам солып өзінің пайдасы қасиеттерін тез жоғалтады. Сопақ басты пияз жасыл пиязға қарағанда жұмсақ әрі тәттірек дәмді болады. Ол калийге өте бай. Соның салдарынан несеп тас ауруы, тұз байлану ауруларына бірден-бір ем. А, С, В1 және В2, Р дәрумендеріне бай. Пайдалы екен деп пиязды шамадан тыс қолдануға да болмайды. Пайда бар жерде кесел де бар екен, ұмытпаңыз. Егер сізде ас қорыту жолының қабынуы немесе жарасы, немесе жүйке қозуына бейім болсаңыз, пиязды көп пайдалану сізге кері әсер етуі мүмкін. Себебі домалақ басты пияз асқазанның шырышты қабатын және ішекті тітіркендіреді. Және калийдің молдығы жүйке жүйесінің тым аса қозуына, жүрек ритмінің бұзылуына себепші болады. Сондай-ақ пияздың емдік қасиеті де бар. Пияздың балымен араластырылған суы ангинаға жақсы көмектеседі. Ол үшін қоспаны күніне 2-3 реттен ішіп отыру керек. Жарақат алған жағдайда пияз сол жерді залалсыздандырушы ретінде де қолданылады. Пияз әсіресе суды жақсы тазалайды. Ыдыстағы суға оның бір түйірін салып жіберсе, судың жаман дәмін алады. Тұмауратып, жөтеліп жүрген кезде пияздың сөлі қақырушы ретінде де қолданылған. Суықтап қалған кезде дәкені пияз сөліне батырып алып, күніне 3-4 рет 10-15 минуттан мұрынға тығып қойса, тұмау тез кетеді. Әдетте кішкентай балалардың бірқатарында аскарида болатыны белгілі.
Сондай жағдайда бұрынғылар бірі бас пиязды ұсақтап турап бір стақан ыстық суға 10-12 сағат бұқтырып қойып 3-4 күн бойы аш қарынға ішкізетін болған. Бір айта кетерлік нәрсе, бүйрек, бауыр, жүрек ауруы бар адамдардың пиязды абайлап қолданғаны жөн. Тағы бір айта кететін пияздың пайдасы. Сонымен қатар пияз жеуді әдетке айналдырған жақсы, әсіресе қандағы қантты азайтуға көмектеседі. Пияздың қандағы қантты азайтуға келгенде пайдасы көп. Қанда глюкоза көбейіп кетсе, адам диабетке шалдығуы мүмкін. Инсулин гормоны дұрыс бөлінбей, ағзада ақау болады. Міне, пияз осының бәрінің алдын алады. Қандағы қантты азайтады. Зерттеулерге сенсек, пияз жеуді әдетке айналдырған жағдайда адам қанындағы қанттың мөлшері 50%-дан 30%-ға дейін азаятын көрінеді. Тағы бір айта кететін жайт, пияз қандағы холестеринді азайтуға көмектеседі екен. Өйткені қант азайғасын, сонымен бірге холестериннің де деңгейі түсетін көрінеді. Бірақ әзірше ғалымдар пияздың қандағы қантты неге және қалай азайтатынын білмейді. Тек эксперимент жүргізу арқылы ғана қантты азайтуға ықпал ететініне көзі жеткен. Сондықтан әлі зерттеуді жалғастырмақ. Пияз жуа тұқымдасының ең көп тараған түрі. Шыққан жері орталық Азия және Ауғанстан. Тамыры ірі, қалың, шашыраңқы түйнек түбінен өседі. Түйнегі үлкен, етті, сопақша және шар пішінді. Түйнегінің қабығы сары, қызыл, қоңырқай түсті. Қабығының астында ақ шырынды ерекше иісті қабаттар кезектесіп орналасқан. Пияз бір маусымда жеуге жарамды болып өседі. Тұқымын алу үшін пиязды тамыр сабағын көктемде қайта егеді. Одан 2 жыл ұзын гүл сидам өсіп шығып гүлдейді. Күзге қарай тұқымын жинап алады. Отаны жерорта теңіз елдері. Пияздың құрамында көмірсулар, гликозид, сапонин, кальций және басқа да элементтер бар. Ғалымдардың зерттеуінше, көк пияздың талшықтарында оның өзіне қарағанда дәрумендер көп болады екен. Көктемде ағзадағы витаминдер жетіспей жатқан кезде оны көптеп тұтынған абзал. Оның 100 грамм талшығында ересек адамға қажетті аскорбин қышқылдарының бір күндік нормасы бар. Сондай-ақ құрамына В дәрумені мен каротин де кіреді. Көкпияздың пайдалы қасиеттерінің бірі ол вирустық инфекциялардан қорғай алады, өйткені оның құрамында фитонцидтер бар. Көкпияз қосылған салат, яғни өткір респираторлық аурулардан және тұмаулардан сақтайды. Сонымен қатар көкпиязда хлорофилл болады. Ол қанның түзілуіне пайдалы. Бұдан бөлек оның жас талшықтары адамның тәбетін ашып, кез келген астың дәмін кіргізеді. Көкпияздың тағы бір қасиеті астың тез сіңірілуі мен қорытылуына әсер етеді. Ішек-қарын жүйесінің кейбір ауруларына ғана оны қолдануға тыйым салынады. Көкпияз ас дайындауда кеңінен қолданылады. Одан жасалатын салат пайдалы. Ол ағзаны қажетті дәрумендермен қамтамасыз етеді. Көкпияз бен жұмыртқа қосылған бәліштер жұрт сүйсініп жейтін танымал тағамдардың бірі. Көкпиязды тек жерде ғана емес, сондай-ақ пәтерлердің терезелерінің алдында, құтыларда да өсіреді. Оны қазіргі таңда кез келген жерде, дүкендер мен базарларда, сауда орындарында сатып алуға болады. Көкпияз ұзақ сақталмайды, көп тұрып қалса өзінің пайдалы қасиетін жоғалтады. Пияз артық майдан арылуға көмектесетін көкөніс. Пияз өсіретін жылыжайда жұмыс істейтін адамдардың тұмау індеті кезінде тұмаумен ауырмайтыны байқалған. Иммунитетіңізді күшейтіп, суық тимес үшін күніне жарты пияз жеу керек. Пияздың ара сона шаққанда ауырсынуды басатын әсері бар. Ол үшін шаққан жерге бірден пияз шырынын жағып қойсаңыз жеткілікті. Пияздың құрамындағы дәм мен иіс беретін заттар қатерлі ісік жасушаларымен күресетін әсерге ие және дәлелденген. Пияз тәбетті ашады. Оған қоса астың сіңімділігі арттырып, ағзаның жұқпалы ауруларға төтеп беруіне септігін тигізеді. Пияздың бактериоцидті және зарарсыздандырылған қасиеті бар. Пиязбен жәндіктердің шағуын емдеуге болады.
Ол үшін шаққан жерге пияз бөлшегін басып қою қажет. Пияздың ыстықты түсіретін әсері де бар. Егер баланың ыстығы көтерілсе, пиязды дөңгелектеп турап, алма сірке суына салып алу керек. Артынша шұлықтың көмегімен пияз дөңгелектерін табанға басып қою керек. Оған қоса пияз бөлшектерін құлаққа салып қойған дұрыс. Нәтижесінде баланың ыстығы жылдам түседі. Пияз құрамындағы антиоксиданты қатерлі ісік пен аллергияға пайдалы. Және дәрігер сырқаттың кейбір түрінде пиязды қолдану ағзаға кері әсер ететінін ескертті. Әсіресе асқазаны мен 12 ішек жарасы бар адамдарға зиян екенін ескертеді. Пияз турағанда біз неге жылаймыз? Себебі бұның пияздан бөлінетін энзимдердің құрамында күкірті бар амин қышқылдармен араласу кезінде түзілетін сульфон қышқылының жұмысы. Олар шашты, қабықты және жас бездерін тітіркендіреді және бұл жас тамыршаларының бөлінуіне әкеліп соғады. Егер ақжелкенді немесе қуырылған кофе дәнін шайнасаңыз, бұл ұнамсыз құбылыс жоғалады. Жалпы пияздың аю пияз және жабайы пияз, жеңіс пиязы деген түрлері бар. Аю пияз бізде кездеспейді. Жеңіс пиязы Орал, Ақтөбе өңірлерінде өсіріледі. Дәміне қарай пияз, ащы пияз, жартылай ащы пияз және тәтті пияз болып бөлінеді. Аспаздар мен мамандар пиязды басты пияз, батон пияз, корей пияз, шнит пияз, шалот және тағы да басқа да атаулармен сорттап жатады. Басты пияз түйнегінде белок, клетка қабығы және минералды тұздар бар. Сорттары ащы, жартылай ащы, тәтті. Батон пияз, оның татарка, қыстық құмдық деген атауын жақсы білеміз. Тамаққа негізінен сабақтарын пайдаланады. Қаратал пиязы, оның жапырақтары ұзын, жалпақ, жасыл сабақтары жуан. Батон пияз, тамаққа негізінен сабақтарын пайдаланады. Олар түрі мен дәмдік қасиеті жағынан басты пияздың сабағына ұқсайды. Бірақ олардың біршамасы ірілеу. Батон пияздың кейбір түрлері сабақтарында С витаминінің мол болуымен ерекшеленеді. Тарылу аймағы да өте кең. Ол аязға берік күй талғамайды. Қыста ашық жерде және ұстауға ерте піседі. Батон пияздың алғашқы көк сабақтарын ортаңғы белдеуге апрельдің аяғы майлық басында жинайды. Көк сабақтарды жаз бойы бірнеше рет кесіп алады, бірақ тамыздың бірінші жартысынан кейін тоқтатады. Өйткені мұның салдары келер жылдың өніміне кері әсер етеді. Достар, осымен көк пияздың пайдасы мен зияны туралы ақпаратым аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар және пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Каналымда тағы да керемет пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Және керемет тағамдардың оңай жасалатын рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.